Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін біз сіздермен жасалу жолы өте оңай және де қолжетімді заттармен жасалынатын рогалики печеньесін дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге електен өткізілген ұн, қамыр қопсытқыш және қант, жұмыртқа, сармай керек болады. Керекті заттардың мөлшерін видеоның астында описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Мені видеода көріп тұрғаныңыздай ұнымызға майымызды салып, қолымызбен осылай үгітіп аламыз. Мені осы видеода көргеніңіздей ғып жасасаңыздар болады. Енді үстінен қамыр қопсытқышымызды және 2 ас қасық қантымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Достар, видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге бір сәттік жұмыс алмаған үлкен шабыт сыйлайды. Міне дайын болған қамырымызды 30 минуттай тоңазытқышқа салып қойсаңыздар өте жақсы болады. Егер де тез пісіру керек болса, салмасаңыздар да болады. Дайын болған қамырды осылай 4 бөлікке бөліп аласыздар. Және де ұн себе отырып, жайып қамырымызды рогалики печеньелерін орайтын боламыз. Достар, бұл өте қарапайым және өте дәмді болып шығатын рецепт. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады. Және де балаларыңызға шаймен жеуге өте дәмді болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қылып, ортасына салма салып, салмасына не қаласаңыздар, соны салсаңыздар болады. Жер жаңғақ салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша салмасын жасайтын боласыздар. Мен осы бір қамырыма ғана салма салдым, қалғандарын ештеңе салмай пісірдім. Егер қамырды ораған кезде жақсылап орамасаңыздар, ішіне салған салмаларыңыз ағып кетуі мүмкін. Міне өте дәмді болып шықты. 200 градуста, 180-200 градуста 25-30 минутта піседі. Пештеріңіздің қызуына қарай. Сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.